Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Нони. Бүгін біз футболдағы күлкілі әрі қызықты пенальтилерге реакция жасайтын боламыз. Пенальтиді барлықтарың білесіңдер, ол жерде біреулер әдемі голдар соғады, біреулер әдемі гол салам деп соны сала алмай қалады, біреулер өзінше болып тұрып бүйтіп мазақ қылып тебем дейді да, сөйтіп позор болып қалған сәттерде өте көп. Сондай өте қызықты моменттерді бүгін көретін боламыз. Видеоға лайктарыңды басыңдар. Құрметті достар, видеоны бастамай жатып сендерге өзімнің қарапайым брендімді ұсынбақшымын. Осы футболкаға заказ беру үшін осы Инстаграмға кіріп заказ берсеңдер, кез келген қалаға тегін жеткізіп береміз. Ал достар, сендер дайын болсаңдар, видеоға лайктарыңды аямай басыңдар. Біз бастаймыз. 1, 2, 3. Салах тебейін деп жатыр, құрметті достар. Сала алмай қалды. 2 рет сала алмай қалды достар. 3-ші рет сала алмай қалды. Мәссаған. Бізде қақпашылар ауысып жатыр достар. Қақпашы тебейін деп жатыр. Кепа тупа төбеге теуіп жіберді достар. Ана ауысқан қақпашы түсінбей қалды. Не болды одан деп. Анау Аргентина құрама командасының қақпашысы өте сондай бір жеркенішті, сондай адамшы бір. Осындай бір жағымсыз қылықтары бар енді. Кім келсет комментарийге жазып кетіңдер. Қараңдаршы, допты далаға лақтырып жіберіп жатыр әшейін-кәшейін. Мазақ қылу андай адамды қасиет болу керек қой негізі. Спорт, бірақ адамды қасиет болу керек. Рональдиньо, мына моментті мен білем достар. Айбай, сала алмай қалды достар. Рональдиньо Джо Хартқа сала алмай қалды. Джо Харт енді мықты қақпашы ол, мәссаған. Өля не қотыр анау секіріп. Міне осы ғой достар, айтқаным, өзінше әдемі гол соғам деп еді, бірақ сала алмай қалды. Харри Кейн бізде анау шөпті жыртып жіберген ғой. Тіреген аяғымен шөпті итеріп жіберген, сол себепті доп көтеріліп кетіп аспанға кетіп қалды. Холланд бізде сала алмай қалды. 2-ші рет сала алмай қалды. Пенальти тағы тебейін деп жатыр ма не? Өля тағы тебейін деп жатыр достар. Бұл жол салды. Мазақ қылып жатыр ғой. Бана қақпаш алдыға шығып кеткен ғой, сол себептен 2-ші рет пенальти берді. Ибрагимович достар, Ибрагимович бізде қалай тебеді екен? Кавани сосын добивать ете алмай қалды. Аяғы допқа тимеген ғой. Алтыбақандағы Майк Миллер сияқты достар, аяғы допқа тимей қалды. Харри Магуайр. Айыр жіберді, база жоқ. Алғашқы пенальти. Енді Криштиану пенальти Криштиану тебетін болса болды ғой, түсінікті ғой. 100% гол деуге болады. Қақпашы негізі Криштианудың ашуын келтірген сияқты ана жерде. Салах тағы сала алмай ма? Тағы ауаға теуіп жүр, тупа аспанға. Қақпашы бірдеңе деп сөз айтты. Мане тығып жіберді ғой. Бұл жерде не? Бұл қандай момент бұл? Пенальти қолға тиді, ал көрейік. Пенальти тебу үшін бізде замена жасап жатыр, ойыншыны кіргізіп жатыр. Сол заменнен кіріп кәз тебет. Ё-моё. Позор ғой мынау. Аспанға тепкен ғой. Стадионның ар жағына кетіп қалған ғой. Доп. Так, Неймар. Сөйлесіп тұр ғой қақпашымен. Енді бұл жерде көңілді әңгіме. Бәрі жақсы. Неймар келет тағы. Хоп! Пас бер жіберді. Икарди сал. Бұлай негізі достар, бола ма не ереже бойынша? Жазыңдаршы комментарийге. Олай гол салуға бола ма? Ана қараңдар тағы да. Икарди ашық қақпаға. Айбай, мынадан кейін футболды қойып кету керек қой. Мүлде ойнамау керек қой.
Мықты. Бірақ доп кірет. Ема, сызықта тұрып қалды. Ана доп кіріп кеткенде санайтын еді оны голға. Криштиану мына жер енді 100% гол достар, қараңдар. Хоп! Қақпашы өзінше мазақ қылып еді, мына жаққа деп ше. Мбаппе! Хоп! Сала алмай қалды, екінші кім? Так, варды қаратта бізде қақпашы жақтан ереже бұзылған екен. Ема, тағы да сала алмай қалды ма? Ондай да момент болған ба не Мбаппеде? Бір сала алмай қалды. Төреші келді да екінші рет тебесін деді, өйткені қақпашы сәл алға шығып кеткен деді. Жоқ, ойыншылары кіріп кетті зонаға, по-моему. Екінші рет деп, бірақ сала алмай қалды. Мә! Шенсіне қайтарып қалды Мессидің соққысын. Хоп! Шөптен ау. Негізі шөп. Я, шөптен, я. Драгба, ема, Драгба салмай қапты о. Істеп келеді мыналар. Ема, не үшін қатты тебесін допты? Өләні артқа қарап тұрған қараңдар. Қайтарып қалды, ема. Мынау енді андай благотворительный ойын сияқты, я? Я. Өля. Не істеп тұр анау? Тоғыз жарым секунд тұрды. Қатып қалған позада. Сөйтіп салып кеткен ғой. Роналду гол ғой енді бұл. Хей! Кеудесімен соқып кетті қақпашы. Түсінбей атыр. Болады, нормально. Ема, асықпайды ғой. Дым лайым жоқ, жай келді. Соққы жасады, гол салды. Болды. Ешқандай проблема жоқ. Буфон қарамай тұр. Ема. Мынадан кейін футболды аяқтау керек футболды. Өля, не қылды? Ё-майо, не қылды мыналар? Хоп! Қайтарып қалды. Гол бірақ. Ема. Жүгірсе ізінен доптың. Ё-майо. Мә, екінші рет. Абамянг па? Жоқ, ұқсайды екен. Ұқсап кетеді екен. Так, Мессидің соққысы. На моментті көпшілігі біледі енді. Ашық тұрған қақпаға баспен сала алмай қалды. Енді Роналдудан үйрену керек оған баспен ұруды. Мына стилді Анри жасайтын баяғыда. Жарақат алып қалған сияқты не қотыр ғой. Салах тағы да. Салах дейтін биыл пенальти соға ма? Мүлде теп алмайды ғой. Пенальти не үшін Салахқа тепкізеді? Бағанадан бері сала алмай жатыр Салах дейтін. Рамос допты космосқа жіберді. Пенальтиде допты қатты тебу деген қате деп ойлаймын мен өз ойымша. Жай ғана тебу керек қой, міне осылай немесе әшейін бір шетке. Жай соқты мен. 5 күннен кейін дей ма, Ибрагимович қарап тұр. Ема. Паненка соқ тепкен ғой. Ё-май, мынау да салмады.
қалай пенальти сала алмауға болады достар, айтыңдаршы. Вот маған 100 соққы беріңдерші, пенальтиден 100-інде салам. Кез келген қақпашыға, Тер Штеген болсын, Куртуа болсын, Шенсни ма кім алып келіңдерші, 100 соққы тебем, 100-інде салам достар. Изи мен үшін. Мен просто Европаға барып футбол ойнамаймын мен. Өзім ойнағым келмейді просто ол жаққа барып. А так Реалдың командасында ойнасам болады. Ибрагимович салды. Күліп атыр Роналдоға барып. Харри Кейн салмайды, қара. Айттым ғой, аспанға жібереді. Аспанға жібереді. Не мынау? Оп оңай ғой пенальти салу достар. Оп оңай. Қыздардың өзі салып атыр, қараңдар, гол. Ха, прикол ұстап тұр ғой. Кім мынау? Хоп! Гол! Ха, қақпашын мазақ қотыр. Ема. Ё-майо. Роналду қарап тұр ғой. Аргентинаның қақпашысы ғой, аты кім еді? Жағы. Бәрін мазақ қотыр. Әне, тағы да қараңдаршы. Мартинез, я. Хоп! Көрсетіп атыр. Ей, көрсеттің ғой өзің, мен со жаққа тептім деп. Соққысы дұрыс. Екінші аяғына тиді ма? Есептемейді ғой оның негізі. Есептемейді, я. Ха-ха, есептемей қалды. Допқа аяғы екі рет тиіп кетті. Уэйн Руни. Хоп. Тайып кетсе жарайды енді. Пенальти сала алмай қалу деген ол нормальный нәрсе. Аяғың тайып кетсе. Бұл да екі рет тигізді аяғын. I know you, мен сен білем дейді. Джохарт психологияға ойнап атыр и қайтарып қалады ол. Ха-ха, оқып қойды. Оля, не қотыр, но? Не үшін панты, достар, пенальтиде? Не үшін панты? Не үшін керек ол? Ема. Қайтарды. Гол! Гол! Қақпашы негізі соңына дейін қарау керек қой, доп қайда кетті, қайтару керек қой допты. Мә, 3 жерге тиді, 2 штангеге тиді, қақпашын аяғына тиді доп. Бірақ гол кірген жоқ. 100% гол! Криштиану Роналду. Мә! Айбай 100% болмай қалды ғой, достар. Бетінен бұ ұрған қонаның. Мәсам. 2 рет сала алмай ма не, Рамос? Екі пенальти сала алмады Рамос бір ойында. Мә, бетімен қайтарды. Қақпашы деп, қақпашыға тепкізе ма пенальти? Не істеп атыр? Куртуа тиюінде атыр ма? Осы үшін екен ғой қақпашыларға пенальти тепкізбейтіні. Ема, қақпашы мен салам деп допты алып алып. Қақпашыларға со қақпада тұру керек қой. Ойынға мүлде араласуға болмайды екен. Ема.
Я достар, бізде осындай пенальти жиынтығы болды. Сендерге қай момент қатты ұнады, қай момент қатты күлкілі болды, соның таймингін комментарийге жазыңдар. Мен соны көретін боламын, және де комментарийлеріңе лайк басатын боламын. Келесі видеоларда көріскенше, келесіде қандай футболдағы болған моменттерге реакция жасаймын. Мүмкін мықты голдар, мүмкін 24-25 жылдардағы мықты голдар, мүмкін автоголдар, мүмкін қақпашылардың қателіктері, сонында комментарийге жазыңдар. Мен көретін боламын, және де сол видеоларға реакциямызды жасаймыз. Я достар, қарапайым футболкасына заказ беріңдер, осы инстаграмға кіріп жазылыңдар, сол жердегі посттарға лайк басыңдар, заказ беріңдер, қалаларыңа дейін тегін жеткізіп береміз. Сау болыңдар достар, сіздермен бірге болған мен Нони, келесі видеода көріскенше.